Кешегіде үйге аяқ асты қонақ келе жатқанда шайға осы қызыл барқыт пирогын жасай қойған болатынмын. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. 4 жұмыртқаға қантты қосып жақсылап 5-10 минуттай миксерлеп аламыз. Оның үстіне сұйық май, ұн, какао, краситель және де қопсытқышты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал начинкасына бізге творог, қант, жұмыртқа және де кішкене кукурузный крахмал қостым, ванилин қосып, барлығын блендермен жақсылап езіп алдым. Алдын ала пешіңізді қыздырып қоя беріңіздер және де формамызды майлап массамызды құятын боламыз. Үстінен осындай пакетикке салып творогымызды әдемілеп құйып шығамыз. Мен кішкене дұрыс ұстамай қалып, төгіп шашып құйып жатырмын. Ештеңе етпейді деп ойлаймын. Көбісіңіз рецепт сұрағаннан соң әдемі қылып түсірмесем де рецебін бөлісуді жөн көрдім. Үстінен әдемілеп узорлатып жібереміз де қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіре қоямыз. Өте дәмді болып шығады, жасалу жолы да өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.